Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы. Интегралды геометриялық есептерде қарастырайық. Ол қисық сызықты трапецияның ауданына ұқсас. Координаталық жазықтықта fx функциясы берілсін. Екінші, тағы да бір gx функциясы берілсін. Және де шектері a-дан b-ға дейін болсын. Осы сызықтармен шектелген фигураның ауданын қалай табамыз? Ол үшін үстіндегі тұрған функция fx қисық сызықты трапецияның ауданын тауып, үлкені gx кіші қисық сызықты трапецияның ауданынан азайтамыз. Немесе s тең болады. Интеграл a-дан b-ға дейін үстіндегі тұрған функция fx азайту төменнен төменгі жақта тұрған графиктің функциясы gx. Кей кезде шектер a және b берілмейді. Ол кезде сіздер fx пен gx-ті бір-біріне теңестіріп, осы шектерді өздеріңіз таба аласыздар. Мысал, y тең x квадрат қосу 1, y тең x минус 1, x тең минус 1, x тең 2 сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын тап. Алдымен график сызайық. Y тең x квадрат қосу 1. Ол парабола. Y осі бойынша бір бірлікке жоғары көтерілген. Y тең x азайту 1. Ол сызықтық функция. Және шектерін көрсетіп кетейік. X тең минус 1. Және де x тең 2. Осы боялған фигураның ауданын табамыз. Формула бойынша s тең a-дан b-ға дейін fx азайту gx. Мұндағы fx жоғарғы жақтан шектелген функцияның графигі ол x квадрат қосу 1 парабола. Төменгі жақтан шектелген сызықтық функция x азайту 1. Сонымен s тең интеграл шегі минус 1-ден 2-ге дейін x квадрат қосу 1 азайту x минус 1. Интегралды таппастан бұрын өрнекті ықшамдайық. Жақшаны аштық. Жақшаны ашқаннан кейін ұқсас қосылғыштар біріктіріледі. X квадрат азайту x қосу 2. Осы функцияның интегралын табамыз. X куб бөлінген 3 минус x квадрат бөлінген 2 плюс 2x. Шегін жазамыз минус 1-ден 2-ге дейін. Ары қарай Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша алдымен 2-ні қойып шығамыз, содан кейін минус 1-ді қойып шығамыз. Шыққан мәндерін азайтамыз. Ол есептеуді өздеріңіз қарастырыңыздар. Жауабы 7,5 квадрат бірлік шығуы тиіс. Физикалық есептерде қарастыру үшін 10-шы сыныптан белгілі материялық нүктенің жылдамдығы, ол оның жүрген S жолынан T уақыт бойынша алынған туындыны
яғни v тең s туынды t. Ал үдеу жылдамдықтан алынған туындыны береді. T уақыт бойынша. Яғни a тең v туынды t. Анықталған интегралды қалай қолданамыз осы физикалық есепте. Интеграл туындыға кері амал болғандықтан, бірінші теңдеуден біз s-ті таба аламыз. S жүрген жол тең болады. Интеграл t1-ден t2-ге дейін жылдамдық. T уақыт бойынша. Мұндағы t1 бастапқы жылдамдық, t2 кешіріңіздер, t1 бастапқы уақыт, t2 соңғы уақыт. Жылдамдықты үдеу арқылы табу үшін дәл сондай алгоритм қолданылады. T1-ден t2-ге дейін интеграл үдеу t уақыт бойынша. Мұндағы t1 бастапқы уақыт, t2 соңғы уақыт.